Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазтуған жырау, қазтуғанның қонысымен қоштасуы. Оқу мақсаты шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Сабақтың нәтижесінде қазтуғанның қонысымен қоштасуы шығармасындағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады, кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айтады. 15 ғасырда өмір сүрген жырау қазтуған бабамыздың қонысымен қоштасуы жырын оқығанда ел басына күн туған алмағайып заманның елесі көз алдымызға келеді. Осы толғауда қазтуған жыраудың елдің болашағына алаңдаушылығы, туған жердің тыныштығының қаймағы бұзылғандығына күйінуі анық аңғарылады. Адыра қалған көкжайық, аңырап қалған қонысым, қонысымнан ауған соң кетпеге еді ырысым деген жолдары жыраудың ішкі күйінішін аңғартады. Туған жерден өз еркімен бас тарту қаншалықты қиын болғанына қарамастан, қазтуған мұсылман баласын кеңінен жайлаған құтты қоныстары Еділ, Жайық арасы және Астраханды қоныс етпеуге, ол жерлерден көшуге шақырады. Еділден кетпесе, қалмақтың басып алатыны, Жайықты тастамаса, кәпірлердің, яғни орыстардың басып алып қала салатыны айтылады. Бұл қоныстан кетпесең, мұны талақ етпесең, екеу сөйлесіп, біздің кейінгі өскен жас бала аузы түкті кәпірдің соқпаса екен пайдасын деп, күйініп, көкірегін қарс айырып, ұрпағына алаң болған запыран жырын төгеді. Бұл жырдың шыққанына арада аттай 6 ғасыр өтіпті. Алайда қазтуған бабамыздың біздің кейінгі өскен жас бала аузы түкті кәпірдің соқпаса екен пайдасын деп, аса қауіп қылып сақтандыра айтқан өсиеті қазір қалай жүзеге асуда? Қазтуған жыраулары әуенді, дыбысты, ырғақты, күшті поэзия. Мысалы, дауысты а дыбысын қатар қолданып аңырата сөз бастау тыңдаушыға әсерлі, құлаққа жағымды. Мысалы, арайна билер арайна, арайна десем болғай ма, арайнасыз әр қайда ердің ісі оңғай ма, арайна болған қазтуған қайғыланып сонда толғай ма. Ғалым Сейітова қазтуған толғаулары ноғайлы қазақ дәуірі әдебиеттің үлгісі деген мақаласында мынандай қызық дерек келтіреді. Орталық ғылыми кітапхана қорының қолжазба бөлімінде осы арайна есіміне қатысты мынандай мәлімет бар. Қазтуғанның арайна атты жолдасы қаза болып, өтерінде кейінгі жырлардың бәрі арайна деп басталса екен деп өсиет қылыпты-мыс. Бірақ жырау шығармалары біздің заманымызға толық жетпегендіктен, кейінгі толғауларында қазтуған жолдасының соңғы өтінішін орындағандай, дегенмен бізге өтініштің орындалуы беймәлім. Қазтуғанның қонысымен қоштасуы жырының шумақтарын бір-бірімен салыстырсақ, Еділді қоныс етпеңіз, жағалай қалмақ алады, Жайықты қоныс етпеңіз, сыдыра біткен көкжиек, кәпірлер қала салады, Астраханды қоныс етпеңіз, шаһарын оның алады деп жырлап келеді де, осы ойын пікірін келесі шумақтан нақтылай түседі, оны жетілдіре дәлелдей түседі, себебі мен салдарын айқындайды. Еділді алса елді алар, енді алмаған не қалар, Жайықты алса жанды алар, жанды алған соң не қалар, ойылды алса ойды алар, ойлашы сонда не қалар, қыс кіреге жақсы деп, шудасы қалың айырды алар, сусынына шай алар, шайнауына май алар деп ой түйеді. Өлең шумақтарында аузы түкті кәпір мен мұсылманды салыстырып кетеді. Аузы түкті кәпірдің күшті болған салдарай, кәпірден теңдік алуға қайта келер деймісің, мұсылманның баяғы Шыңғыстан туған хандарай деп. Қазтуған жырау өкініш, күйінішін білдіреді. Кемеңгер жырау ой толғауында өткен күндерді армандап аһ ұрып, кәпірлер билігінің күшейіп, мұсылманның басынан бағы тайып, тәуелсіздіктен айырылып, ғарып қалға түскеніне қынжылады. Ғарып қалға түскенін
түскен күйін қынжыла баяндайды. Қазтуған жырау қайғы айтып, еш түңілмеген. Батырлар дәстүрін қолдап, асқақ жыр шерткен. Бөлінбес бірлік, айтпас ерлік дәстүрін уағыздаған. Ойын қойып көп жастық шақты еске алып, оптимистік пікірлер ұсынған. Нарындай құнарлы, жайлы кең қоныстың қасиеттерін асыра ардақтаған. Кері байланыстың тапсырмасы: айдаса қойдың көсемі, сөйлесе тілдің шешені, өзіне тиген дұшпанын қарт бурадай тіздеген, мен қарға бойлы Қазтуған, қайғыланып асып барамын, ноғайлы қазақ елімнен деген өлең жолдарын пайдаланып, Қазтуғанның бейнесін сипаттаңдар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезекте электронды почтаға жіберіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.